Сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдармандарым? Менің әңгімем ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Рахмет. Ауыл шетіндегі ескі үйде Айсұлу есімді бойжеткен тұратын. Оның нәзік мінезі мен сұлу келбеті бүкіл ауылды таң қалдыратын. Бірақ тағдыр оған ауыр сынақ дайындаған еді. Бір күні кешкісін Айсұлу үйден шығып қайтып оралмады. Ауыл адамдары бірнеше күн бойы іздеді. Ақыры орман ішінен оның денесін тапты. Бұл қайғылы хабар бүкіл ауылды есеңгіретіп тастады. Алайда Айсұлудың жаны бұл дүниеден кеткісі келмеді. Оқиға Айсұлу жерленгеннен кейін басталды. Түн ортасында оның үйінің маңында әлдебір сыбдырлар естіле бастады. Терезеден қарағандар ақ көйлек киген қыздың елесін көргендей болды. Көп ұзамай ауылда түрлі тылсым оқиғалар орын алды. Біреудің есігі өздігінен ашылса, енді бірінің терезесін әлдекім тырналайтын болды. Бір түнде ауыл жастарының бірі, Данияр орманнан кеш қайтып келе жатып, жол шетінде тұрған ақ көйлекті қызды көрді. Жақындап қараса, бұл Айсұлу. Айсұлу, деп дауыстады ол үрейленіп. Қыз жайлап басын бұрып, жансыз көздерімен тесіле қарады. Бірақ ештеңе деместен орманға қарай ғайып болды. Ауыл адамдары бұл жай елес емес, әлдебір себеппен о дүниеге кете алмай жүрген рух екенін түсінді. Айсұлудың жаны неге тыныштық таппай жүр? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін ауыл молдасы Қасым қария мен Данияр Айсұлудың бұрынғы үйіне барды. Үйдің ішіне кіргенде екеуін суық жел қарсы алды. Бөлмелер қараңғы әрі суық еді. Молда дұға оқи бастағанда кенеттен терезенің пердесі өздігінен қозғалды. Данияр терезеге қараған сәтте ай сәулесінде Айсұлудың жүзі көрінді. Оның көздерінде мұң мен реніш бар еді. Неге жаның тыныштық таппай жүр, қарағым? Деп сыбырлады молда. Үнсіздік орнады. Сосын әлсіз дауыс естілді. Шындық ашылмады. Ауыл ішінде Айсұлудың өлімі кездейсоқ емес деген сыбыс тарады. Данияр бұл істі зерттеуге бел буды. Ол Айсұлудың ең жақын досы Жанармен сөйлесті. Сол күні Айсұлу ауыл сыртына кездесуге кеткен еді, Жанар сыбырлап. Бірақ кіммен кездескенін білмеймін. Данияр ізін суытпай, сол орманға барды. Күн батқанда айналаны қараңғылық басып, желдің үні қорқынышты шыға бастады. Бір кезде ол ағаштардың арасынан әлдебір сыбдырды естіді. Жүрек атқақтап артына бұрылғанда көз алдында Айсұлудың елесі тұрды. Данияр, маған көмектес деді қыздың елесі сыбырлап. Кім? Кім кінәлі? Деп сұрады Данияр. Айсұлу саусағын алыстағы ескі қораға қарай созды. Данияр қорқынышын жеңіп қораға жақындады. Ішке кіргенде бұрыштағы ескі сандықтың ішінен бір күнделік тапты. Күнделіктің иесі Айсұлудың өзінен бірнеше жас үлкен жігіт Талғат болатын. Күнделіктегі жазбалардан Данияр оқыған әрбір сөз денесін тітіркендірді. Айсұлуды сүйемін, бірақ ол мені қабылдамады. Бұл жүрегіме ауыр тиді. Сол түні онымен соңғы рет сөйлестім. Ол бәрібір менің сезіміме жауап бермеді. Ашуға булығып, оны орманда жалғыз қалдырдым. Артынан не болғанын білмеймін. Данияр күнделікті алып ауыл ақсақалдары мен молдаға көрсетті. Ертеңіне Талғатты шақырып шындықты айтуды талап етті. Сол түні мен оны орманда жалғыз қалдырдым. Бірақ өлтіргенім жоқ, деп ақталды Талғат. Алайда дәл сол түні орманда қатты жаңбыр жауып, суық түнде жалғыз қалған Айсұлу үсіп өлген еді. Молда ауыл адамдары жиналған жерде арнайы дұға оқыды. Ол Айсұлудың рухына арнап Құран бағыштап, қызым, енді тыныштық таба ғой. Өткен өтті, тірілер кешірім сұрат деді. Сол түннен кейін ауылда ешкім Айсұлудың елесін көрген жоқ. Ауылдың үстіне тыныштық орнады. Бірақ адамдар бұл оқиғаны ешқашан ұмытқан емес. Бұл оқиға адамдарға ашу мен реніштің ауыр зардаптарға апаратынын ескертті. Өлгенін қабылдай алмаған қыздың рухы әділет орнаған соң ғана тыныштық тапты. Ал Данияр өмір бойы сол түні көрген жансыз көзқарасты ұмыта алмады. Айсұлудың рухы тыныштық тапқандай көрінген. Бірақ бірнеше ай өткен соң ауылда тағы да түсініксіз оқиғалар басталды. Түнгі уақытта орман жақтан әлдебір сыбдырлар естіліп, кейбіреулер ақ көйлекті қыздың елесін қайта көре бастағанын айтты.
Бір күні кешке Данияр өз үйінде кітап оқып отырғанда, терезенің арғы жағынан әлдекімнің көлеңкесі байқалды. Ол орнынан атып тұрып, пердені ашқанда ешкім жоқ еді. Бірақ терезенің әйнегінде су тамшыларымен жазылған сөздерді көрді. Мен әлі де осындамын. Даниярдың жүрегі тоқтап қала жаздады. Көзін уқалап қайта қарады, жазу өшіп кетіпті. Бірақ ішкі сезімі бір нәрсенің дұрыс емес екенін аңғартты. Келесі күні Данияр молда Қасым қарияға барып, болған оқиғаны айтып берді. Қария ұзақ ойланды да. Бірдеңе дұрыс болмаған. Оның жаны толық азат етілмеген сияқты. Біз орманға барып, рухын тағы да тыныштандыруымыз керек деді. Түнгі сағат 12-де екеуі Айсұлу жоғалған жерге келді. Айналаны қою қараңғылық пен самал жел қоршап тұрды. Қасым қария дұға оқи бастағанда, кенет жел күшейіп, ағаштардың жапырақтары сусылдай жөнелді. Дәл сол сәтте олардың алдында ақ көйлек киген қыздың елесі пайда болды. Оның көздерінде бұрынғыдан да терең мұң бар еді. Неге оралдың, қарағым? Деп сұрады молда. Айсұлуның ерні әрең қимылдап. Әділет орнаған жоқ. Бір нәрсе жасырылып қалды деді де, кенет ғайып болды. Данияр таңға дейін көз ілмеді. Айсұлу не туралы айтқысы келді? Ол әлдеқашан Талғаттың кінәсін дәлелдеп, ауыл тынышталғандай болған. Бірақ енді жаңа құпия пайда болғандай. Данияр Айсұлудың ең жақын досы Жанармен тағы да сөйлесті. Жанар, сен маған сол түні бәрін айтып бердің. Бірақ ештеңе жасырған жоқсың ба? Деп сұрады ол күмәндана. Жанардың жүзі бозарып кетті. Көздері бір нүктеге қадалып, даусы дірілдеп. Мен бір нәрсені айтпай қалдым. Сол түні мен Айсұлудың Талғатпен ғана емес, біреумен жанжалдасып жатқанын естідім. Бірақ оның кім екенін көрмедім. Қатты қорқып, үйге қашып кеттім, деді ол. Данияр бұл сөздерден кейін ауыл ақсақалдарымен сөйлесіп, өткен оқиғаларды қайта саралады. Ақыры шындықтың ұшығына шықты. Талғат тек кінәні мойындағанымен, Айсұлудың өліміне басқа біреу себепші болған еді. Ол Талғаттың үлкен ағасы Ербол болатын. Ол сол түні орманда Айсұлумен кездесіп, Талғаттың атын жамылып, қызды қорқытпақ болған. Бірақ ұрыс кезінде Айсұлу сүрініп, басын тасқа соғып құлаған. Қорыққан Ербол ешкімге айтпай, қызды сол жерде қалдырып кеткен. Бұл шындық ауылға тарағанда, Ерболды заң алдында жауапқа тартты. Осыдан кейін Данияр мен молда тағы да орманға барды. Түнгі сағат 12-де олар қайта дұға оқи бастағанда, ақ көйлекте елес соңғы рет пайда болды. Бірақ бұл жолы оның жүзі бұрынғыдай мұңды емес, тыныш әрі жарық еді. Енді менің жаным тыныштық тапты. Рахмет сендерге, деп сыбырлады да, Айсұлудың рухы жұлдыздарға қарай көтеріліп кетті. Ауылға мәңгілік тыныштық орнады. Данияр бұл оқиғадан кейін өмірге басқаша көзбен қарап, әділет пен шындықтың әрқашан жеңетінін түсінді. Ал Айсұлудың аты ауыл аңызында мәңгі қалды.